Қазіргі заманда қыздар жігіттер үйленіп, балалы болудан бас тартуда. Олар өздерін child free'міз деп санайды. Ал child free деген не екенін анық-қанығын анықтап алайық. Child free дегеніміз ағылшыншадан аударғанда child бала, free бос, яғни баладан бас тарту деген мағынаны білдіреді. Неліктен жастарымыз үйленіп балалы болудан бас тартуда деген сұраққа мен айтар едім, шынымен де біздің елімізде жастардың көбісі жұмыссыз, яғни жұмыспен аз қамтылған. Bir жерге барып жұмысқа орналасу үшін мынандай сұрайды. Адамдардың өзінің тұрақты жұмысы болмаса, болашағы бұлыңғыр екенін көре тұра, ол қалайша өзінің болашақ әйелін немесе баласын асырай алады. Мысалы, мен де өзімді child free қатарына қосамын. Child free дегеніміз бұл балаларды жеп көру емес, яғни бала туудан бас тарту. Балаларды жеп көретіндер бұл child hate деп атайды. Әрине ойлап қалмаңыздар, мен балаларды жеп көреді деп, жоқ, мен балаларды өте жақсы көремін. Бірақ адам өзін материалдық жағдайын жөндемей тұрып, баланы тумаған жөн деп санаймын. Көбісі child free'лерді эгоисттер деп санайды. Олар мүлдем ешқандай да эгоист емес. Мен child free'лерді адамдардың өзінің өмірін толық жауапкершілікке алған адамдар деп санаймын. Мысалы, сен бала дүниеге әкелгеннен кейін, ол баланы асырау қажет. Көп бала деген көп ауырады. Егер сенде тұрақты жұмысың болмаса, әрине оны тамақтандыра алмайсың, асырай алмайсың. Менің ойымша, бір бала болса да сапалы ұрпақты дүниеге әкелген жөн. Статистика бойынша кедей отбасында өскен балдардың 80% қылмыстарға көп барады екен. Child free болудың жағымды жақтарын айта кетсем, адам өз қалаған уақытында тұрып және жер планетасын түгел саяхаттап шықса да, бұлайша айтқанда адам өз өмірінің қожайыны. Баланы туғаннан кейін оның қызметшісі болып кетесің. Және бала деген бұл энергетикалық вампир, адамның түгел энергиясын тартып алады. Мен балаларды, тағы да айтам, мен балаларды мүлдем жек көреді деп ойлап қалмаңыздар. Мен балаларды өте жақсы көремін, бірақ та адам деген өзінің материалдық жағдайын жөндеп, болашағына қадамды нық басып, содан кейін барып балаларды дүниеге әкелу керек деп санаймын. Достар, және де сіз child free туралы не ойлайсыздар? Child free'ді эгоисттер деп санайсыздар ма? Комментарийге әлбетте жазып қалдырыңыз. Кейбіреулері баланы пособия үшін туады екен. Біздің елімізде білесіз, пособия деген баланың киіміне де жетпейді. Сонша балаларды дүниеге әкеліп, өзінің басында баспана болмаса да көп балаларды дүниеге әкеліп, қиналып жүрген отбасылар қаншама. Мысалы, айта кететін болсақ, статистика бойынша роддомнан жаңа босанып шыққан әйелдер психикалық ауруларға 70% шалдығады екен. Яғни оларға көбінесе посттравматический синдром диагнозын қояды. Посттравматический синдром дегеніміз көбінесе соғысып келген және соғыстан келген әскери адамдарға, жауынгерлерге қояды екен. Ал енді өздеріңіз ойлап қараңыздар. Бұл не деген масқарашылық? Менде көріп қалдым, теледидардан бір әйелдің айтуы бойынша роддомда акушерлерден қысым көргенін айтты. Толғағы қатты қысып жатқан кезде акушер әйел оған еркекпен жатуды білесің, ал енді бала туып жатқанда қиналып жатсың ба деп айтқан екен. Бұлайша айта беретін болсаң, өте көп мысал келтіруге болады. Жалпы child free бұл өзін ғана ойлайтын адамдар емес, ешқандай да эгоисттер емес. Child free өзін өмірін толық жауапкершілікке алған адамдар. Ал достар, сіз child free туралы не ойлайсыздар? Және де өстіп үйленуден бас тартып жатқан, және де балалы болудан бас тартып жатқан жастарға қандай кеңес берер едіңіз? Және де осы видеоның астына комментарийіңізді қалдыра кетіңіз. Достар, және де қазақ тілді контентті бірге қолдайық. Және де менің каналыма подписация етуді, және де комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Видеомды әрі қарай адамдарға көрсету үшін поделиться батырмасын басып, достарыңызға таратып жүрсеңіз де болады. Көп рахмет.